Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандарым. Маған тіркеліп лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Садаған кісі өрілген қамшысын қонышына қыстырып үйге кіргенде, «Мама енді келмейді, бізді тастап кетті» деп жылап отырған үшеуге көзі түсті. Жаңа ғана босанғалы кеткен қол астындағы қойшысының әйелін еріп келген балалары. Үлкені Азат биыл 5-ші сынып оқуы керек, екіншісі қыз Әйгерім 3-ші сыныпқа барса керекті. Кішісі Даниярды 7 жастан асып отыр. Алғаш інісінің үйінде көргенде-ақ ұнатпап еді осы әйелді. Қойшыларға тамақ істеп тезегелеп жүрген екен. Көп өтпей-ақ көш жердегі мұның шопанымен танысып, көңіл қосып мұның отарына келіп алған. Сөзі сұйықтау, әрі бала-шағасы шұбырған әйелге іші жылмап еді. Бірақ іштей аяп келісім берген. Екеуін қосып тынған. Өтірік қосып сөйлейтіні болмаса, іске тындырымды әйел екен. Күйеуім қайтыс болған, ешқандай тума-туысым жоқ, әке-шешемнен айырылғасын, барар жер, басар тауым болмай, жалғыз қалдым деп егілген алғашында. Бұл сенген еді. Көп өтпей іші білінген бұл әйелдің не істерін білмей жүреді. Түскі асын ішіп алып, қой шаруасыға кетіп бара жатқан қойшысының әңгімеге тартты. Келіннің аяғы ауырма деймін, дәрігерге апарып тексеруге тұрғызу керек шығар, деді өмірі тозып кеткен адидасын тастамай жүрген шопанына қарап. Ол да иә дегендей қызыл жаңағылдай білектей бұтасынан асып алған тамағымен жер шұқып басын изеді. Басқа үн жоқ. Әуре болмаңыз, жағдайым жақсы көке, туатын кезде бірақ барамын деген. Дауысқа жалт бұрылды. Киіз үйдің ішінде жүрген бұл әйелдің қашан қастарына келіп қалғанын да байқамапты. Туатын кезде сені кім қабылдайды? Саған емес, маған сөз келеді ғой, деді бұл. Ақша берсеңіз бәрі тынып жатыр ғой, қазір деп сүйреңдеген әйелдің соңынан үнсіз қарап қалған. Мейлі, маған бәрібір деген іштей. Содан бері көп өтпей-ақ кеше қылықты шығарды. Мені орталыққа апарып тастаңыз, ай күнім жақын. 9 ай бойы тіркеуге бармағанмын, дәрігерлердің аузын жабатын бірдеңе беріңіз, дейді. Бұл қойшысына қарады, ол үнсіз, әдеттегіндей жыр шұқып отыр. Әй, сенің ішің кішкентай ғой, асықпа, әлі тумайсың. Әңгімеге қазандағы сүтін сапырып тұрған әйелі Халима араласты. Жоқ, менің ішім өзі осындай. 5 балам да осындай болды ғой, сүйреңдеп ақыры айтқанын көндірді. Апарсаң апарып тасташы, ол да демалсын, бізде кішкене одан құтылып демалайық деген әйелі кешкісін мамық жастыққа үнімен аңызақ желге тотыққан жүзі көме түсіп. Қиналып қалмайсың ба? Қазан ошақ, нан қала берсе 5 сиыр бар сауаттың. Бір мәнісі болар. Осымен бітті дегендей әйелі тәтті әрі қатты ұйқыға беріліп кетті. Түндіктен түскен айдың ақшылтым сәулесімен оның жүзіне аз-кем өңіліп Садағаң ойға берілді. Бұл училищені бітірген жылы Халима 1-ші курсқа түскен, дегенін ұнатып алып қашқан. Үйленген соң оқу қайда, өзі мектеп мұғалімі болып жұмыс істеді де Халиманы сыртқы бөлімге ауыстырып алды. Сырттай оқу ма тәйір, бала-шағамен арпалысып жүріп бітірді-ау әйтеуір. Бірақ жұмыс істеген емес, бала-шаға, ата-ененің жағдайын жасаймын деп жарты өмірі өтті. Балапан басына тұрымтай тұсына кеткен. Әне бір жылдары айлық ала алмай, нанға зар болған кездері де болды. Сонда Садағаң колхоздың үлесіне тиген 10 тұрақты тоқты мен 2 арық бұзауға үйіндегі жалғыз айла сиырын қосып, әкесінен қалған қара шаңырақты 80 қойға айырбастап, түз түзеп кезіп кеткен еді.
жағдайы жаман болмады. Басқа болмаса да ағарған мол болды. Келесі жылы 80 қой 100-ден асып, өрісін кеңейткен. Содан бері міне 15 жылдан асыпты. Малы мыңғырып, бұрынғы Садықбек Садағаң болып шыға келді. Ел ішінде мұны Садағаңбек деп атымен айтпайтындай. Некең саяқ. Өзі тұрған ауылдан кейінірек үй алып, балаларын үйленген соң сонда қойды. Ондағы ойы түз далада жабайы болмай ел қатарлы адам болсын дегені. Малы көбейіп жұмысы қиындайын дегенде қолына қой шалды. Малдың тілін білетін бұрынғы шопандар қайда? Әр қайсы үкіметтің тиген үлесін алып, өз шаруасымен алып кеткен. Шопан болам деп кім келер дейсің қазір? Үйсіз, күйсіз, жұмыссыз қаңғып жүрген біреу болмаса, әсіресе қылмысты болып қашып жүргендердің паналайтыны осы елсіз, көлсіз құм. Садықбек қос танауы пысылдап, ұйықтап жатқан әйеліне тесіле қарады. Ой, сабазай, түк сезер емес. Баяғыда жаңа үйленген кезінде осылай ететін. Шырт ұйқыда жатып, селк етіп оянатын. Сөйткені де қасында жатқан келіншегін іздейтін. Халима болса бетін терезеге беріп бейқам ұйықтап жататын. Әйнектен құйылған ақ сәулесі аппақ жүзі одан сайын нұрландырып жіберетін. Бұл кейде мына сұлулыққа ұзақ тесіліп қарап қызықтайтын. Мұндайда ұйықтап жатса да Халима өзіне қараған сұқ жанарды сезіп қоятын. Оянып кететін. Кейде ұзақ қарауға дәті шыдамай аққу мойнына жабысатын. Кейде ұзақ қарауға дәті шыдамай аққу мойнына жабысатын. Ал қазір Халима түк сезер емес. Қайтсын, шаршаған ғой, деді Садықбек іштей. Сөйтті де әйелінің иығына қол салды. Кең кеуде, шыт көйлектің жасағы қисайып, көйлегінің әппақ иығы көрінді. Арғы жағынан әлде қашан суланған анары аңғарардай. Садықбек мына дүниеге аз кем қарап тұрды да, тарбиған саусақтарын әйелінің төсіне апарып еді. Халима селк етіп оянып кетті. Албасты не көрінді? Тыныш жатпай деп жамылғысын қымтап алды. Садықбек ауырауынап түсті де көпке дейін тұла бойын шарпаған сезіммен арыла алмай ұзақ жатты. Өткен күндері көз алдынан тізбектеліп өте бастады. Соңынан ерген жалғыз інісі де тоқырау жылдарының тіршіліктің қамымен талай істің басын шалды. Пайда табамын деп шаш етектен зиян көрді. Аборот қыламын деп жүріп, наборот кетіп ақыры аяғы үйінен айырылды. Сонда Садықбек інісін бала-шағасымен осында алдырып, анау жаңылды сайдың арғы жағындағы дөңге үй тігіп, 100 қойын алдарына салып берген. Мына 100 қой сенікі, екі дүниеде де сұрамаспын. Осыны бақта, құла 100 десең де осында отыр. Басқаға болмасам да ет пен сүтке тойып отырасың деген еді. Інісі айтқанын екетпеді. Келіні алғашында мына меңіреу далаға шыдай алмай төркіне жиі кетіп қалып жүрді. Елдің бәрі зарығып әрең күн көріп отырғанда 4 баламен кімнің қолына сүйуші еді. Әйтеуір мұның Халимасы секілді ол да күндікті. Ит баласы тұрғысыз меңіреу тыныштыққа алғашында бұл да шыдамайтын. Бірақ өзіне өзі сабыр берген. Осы Қызылқұмның төсінде талай тайлалылар өкіметті де малын бақты ғой, ал мынау менің өз малым ғой деп жұбататын өзін. Солай еті де үйреніпті. Енді міне осы құм даламен кіндігі бірдей. Кеткісі келмейді. Кейде қарап жүріп Халиманың тоңқылдайтыны бар. Сүйегім осы құмда қалатын шығар. Мен өлсем елге апарама осы құмға көміп. Құм, шаң, қой мен сиырдан басқа не көреміз біз? Араласар
ағайын жоқ, сырласатын құрбы жоқ. Мынау отырысымыз құрт қайнатып, қи жағып, жұртқа ұқсап ел көріп, жер көріп, рахат өмір кешпеген соң мына малдың не пайда? Қырылып қалса түге. Мұндайда Садықбек жым бола қалады. Қанша зығырданы қайнаса да үнсіз отырады. Қалиманың сөзі таусылып үнсіз қалған кезде ғана, қой енді, ашуланба, осы малдың арқасында ғой осы күйге келіп, жөнімізға май бітіп отырған. Ел дейсің, елдің ішінде ішіп жейтін тамағың әрі тауып отырғандар көп қой. Тіпті айлап жылдап ет жемейтіндер де бар. Шүкір дейсейші осы күніңе. Тәубә деймін ғой, қайтейін енді. Мына жапандалада жынданып кетеді екен адам. Сен де әңгіме айтуды білмейсің, дейді әйелі ақталғандай болып жыламсыраған үнмен. Тіпті самолет те ұшпайды-ау, самолеттің не қатысы бар, деді ойлады Садықбек іштей. Не самолет ұшса қанатынан ілесіп кетейін деп пе едің? Иә, құрығында қиялалыммен ілесіп дүниенің шыр айналып келерем. Біз бейбақтың маңдайына самолетке міну жазылып па екен? Қалима көзіндегі келіп қалған жасты көрсетпейін дегендей теріс қарап ошағына тезек қалады. Садықбек бәрін сезгенмен оның да өңешіне әлдене түйілгендей болып әрең жұтынды да сәл ғана үнсіз қалды. Еркек болып туылғаныңда әскерге баратын ең, сонда мінерең, әйел болып туылғаның үшін кімді кінәлайсың деп сөзін әзілге айналдырмақ болып еді, онысынан түк шықпады. Қалима тіпті езуді қимылдатпады. Осылай күндер өте берді. Құмда меңіреу, бұрынғыдай сусымайды, жылжымайды. Анда-санда жолдан адасқан, жоқ іздеген немесе ауылдан хабар әкелген біреулер болмаса, мына даланың тыныштығын бұзатын Садықбек әйелі, қойшысының әйелі, бала-шағасы, мыңғыраған малы ғана. Енді міне күнімен өтірік шынын араластырып, сымбырлап сөйлеп жүретін қойшысының әйелі Сапаркүл де жоқ. Мына даланың меңіреу екені тіпті біліне түскендей. Сапаркүлдің 3 баласы жылап-жылап ұйқыға кеткен. Мамам енді келмейді. Көке, неге жібердіңіз оны? Бізді тастап кетті ғой. Біз енді не істейміз, дейді ес біліп қалған үлкен Азат. Неге олай дейсің, балам? Маман келеді. Сендерге кішкентай бөпе әкеледі, деген Садықбек. Жоқ, мамам келмейді. Білем ғой. Бұрындары да сөйтетін. Келем деп өтірік айтатын. Садықбек ойланып қалды. Шешесінің өтірік сөйлейтінін балалары да біледі екен ғой. Папам мамамның өтірігін қойдыра алмай өліп кетті, деді Азат өксігін баспаған күйі. Уақыт шіркін өте береді екен-ау. Сапаркүлсіз де мына құм даланың таң атып күні батып жүр. Тек балаларына қиын болды. Алыстан көтерілген шаңды да, көрінген қараны да анасы екен деп ойлап ұзақ күтеді. Сонан кейін қолындағы қойшысының да жұмысы көбейіп қалды. Бұрындары Сапаркүл илеп жүрген тезек енді оған қалды. Қалимаға сиыр сауып, бұзау байлап жәрдем беруге тура келді. Ал Сапаркүл сол кеткеннен мол кетті. Садықбектен алған 20 мың өмірінің соңына дейін жететіндей мына құм даладан құтылуға асығып да қаладан бірақ шықты. Ол да біледі, қалада өмір сүруге болады. Әрине құмға қарағанда қызығырақ. Не дегенмен мұнда ел бар ғой. Бірақ құмдағыдай әй қарның тоя ма? Тоя қоймас. Сонда да болса жақсы. Бір жақсысы мұнда Садығыңның қонақтарынан қалған бөтелкенің түбін жалап жүрмейсің. Онда да болса алдымен өзі секілді біреуді тауып алды. Еркек біткенде ес бар ма? Сондай бір есуасқа кезіккеніне іштей қуанған. 20 мың не болсын? Айға жетпей қалатынын түбі тесіле бастап еді. Енді ақша табудың жолдарын қарастыра бастады. Күздің ызғары да түсіп қалған. Суық суға қолын салып, подез жуып жүрді.
өзің жүкті екенсің. Мына суықта мұздай суға қолыңды малып не көрінді саған деген әйелге қолындағы шүбірегін тастап барлай қарады. Қара түбіт жемпір киген сары шашты әйел, сөйлемесе орыс екен деп қалғандайсың. Әй, қазір қаланың әйелдерінің бәрінің басына найзағай түсіп кеткен деп ойлап үлгерген Сапаркүл іштей. Үй жайың, бала шағаң бар ма? Күйеуіңше деп сауалды үстемелеткенмен әйелдің әдемі жанарының арғы жағындағы мейірімділікті көріп үлгерді. Үйімде жайымда жоқ әпше, күйеуім жақында қайтыс болды деп өтірік қосып, әлде қашан қурап кеткен күйеуінің аруағын аунатып, бала шағам бір малды байдың қолында қозы бағат, өзімде күйеуім қайтыс болған соң сонда жалданып асуын дайырлап сиырын сауып жүргенмін. Отымен кіріп көлмен шығып жүрсем де жөнді тамақ та бермейді, ақшаны ғой тіпті ұстатпайды, балаларымды ұрып соғып жұмсайды. Шыдамай қашып кетуге мәжбүр болдым. Қалаға келіп пәтер тауып алсам балаларымды әкеліп алам деп ойлағам. Сөйтсем мұнда да оңай емес екен. Қайтейін, қиналып кеттім. Қиналсам да амал жоқ. Аз-кем ақша жинап балаларымды әкеліп алсам деп қиналып еңкейіп жұмысына қайта кірісті. Келіншек үнсіз екінші қабаттағы үйіне кіріп кетті. Аздан соң темір есіктегі қайта ашылып, жаңағы келіншек қайта көрінді. Мә сіңілім, мына киімдерді киіп ал, тоңып қалып жүрме деп бір түйінші киім берді де қолын қалтасына сұғып 200-500 мың теңгелік бұған ұсынды. Ой, алуға ұялып тұрмын деді ол. Бұл өтірік сызылып, іштей қуанып тұрса да. Ал, ұялма. Сапаркүл ақшаны сып еткізіп қалтасына салып алды. Тағы да мына пәтер иелерінен әрқайсынан жуған ақысына 50 теңгеден алса, бірталай ақшаның басын құрайды. Сөйтіп бүгін күндегідей самапул емес, тазасынан біреу алды. Я, тағы да иісі мұрынды жарған бір кесім шұжық алса жетіп жатыр. Шұжықтың иісі мұрнынан қытықтап жұмысын қалай тез аяқтаған өзі де білмей қалды. Маған қара, сен бұлай жүре берме, ана ішіндегі балаға обал, жағдайың болмаса аудан әкімінің алдына кіріп айт, көмегін аямайтын жақсы кісі деген әлгі әйелдің сөзін қайта-қайта еске алды. Шынында да неге солай етпеске? Ертеңіне таңертең жиналды да аудан әкімдігіне тартқан. Апай, қайда, кімге барасыз деген есік аузындағы күзетшінің сөзіне де қараған жоқ, әкімнің бөлмесіне тура тартты. Мұнда да төбесінен найзағай түскендей сары шашты қыз темір терезеге үңіліп отыр екен. Не мәселемен келіп едіңіз? Деді бұның киімін жақтырмай қарып. Жеке мәселемен тек сәрсенбі күні ғана қабылдайды. Сол күні келіңіз. Қайта-қайта келе беретін жағдайым жоқ. Көріп тұрсыңыз, аяғым ауыр сіңілім. Кіріп шығайын, деді жалынғандай түр көрсетіп. Жоқ апай, әкім қазір жиналыста. Басқа күні бәрібір қабылдамайды. Сәрсенбіде келіңіз. Неге қабылдамайды екен? Сапаркүл алқынып есікке беттеді. Ізінше хатшы қызда еріп келді. Тоқтаңыз апай, қазір мүмкін емес, онда адамдар бар, жиналыс өтіп жатыр. Жібер, бәрібір кіремін. Аяғы ауыр әйелге қалайша қол көтересің? Бар күшімен жұлқып ішке енді. Әкім көзілдірігін төмен түсіріп, бұл кім дегендей көзінің үстімен барлай қарады. Анандайда отырған жас жігіт жүгіріп келді. Шығыңыз, мұнда жиналыс болып жатыр деп мұны сыртқа итермеледі. Жоқ, шықпаймын. Жылы жерде отырып алып шіренесіңдер, елмен істерің жоқ. Мен жүктімін, көрмей тұрсыңдар ма? Әкім орнынан тұрып ұзын залдан салмақты аяқ басып бұған қарай жүрді. Кешіріңіз, қазір өте маңызды жиналыс өтіп жатыр еді.
Сәл күте тұрыңыз, деді жұмсақ үнмен. Сапаркүл сары шашты қыздың алдына қайта шықты да ұзақ күтті. Әлден уақытта бағылған өгіздей қоңды. Қызметкерлер бірінен соң бірі бұған бір түрлі көз тастап залдан шықты. Хатшы қыздың алдындағы қоңырауы дір етті де бүксесін бейнетіп қуыршақ қыз әкімнің бөлмесіне кіріп кетті. Сәлден соң екі езуі құлағына жетіп есіктен шыға, «Кіріңіз», деді бұған. «Иә, келіңіз, отырыңыз», деді алдындағы тұрған орындықты нұсқап. «Иә, не шаруамен келдіңіз?» Сапаркүл еңірегенде етегі жасқа толып, өтірігін сапыруға көшті. «Несін сұрайсыз?» «Ерік Нышанұлы, күйеуім 6 ай бұрын қайтыс болды. Бас ием кеткен соң жағдайымыз тіпті нашарлап, нан таба алмай қалдық. 3 балам бар, 3-еуі де қазір оқымайды. Үй жайым жағдайым болмаған соң бір байдың аспазшысы болып істеп жүрем. Келіскен ақшаны бермей, күнімен қойшысының кірін жуамын, тезегін елеп сиырын сауып, не керек, отмен көріп күнімен шығып жүрдім. Балаларым да соның тірлігін істейді, бірақ еш қайсымызға ақы төлемейді. Өзім жүктімін, дәрігерге тіркеуге тұрайын десем де жібермейді. Осы жолы әрең шықтым, маған көмек беріңіз», деді жыланған үнмен. Әкім аз-кем үнсіз отырды да қолын қалтасына салды. Сапаркүл іштей қуанып кетті. Қалтасынан 5.000-дақ бір қағазды суырған әкім, «Мынаны алыңыз, аз да болса көмек. Үй мәселесін қазір шешіп бере алмаймын. Ауданымызда келесі жылы коммуналдық 4 үй салынбақ. Сол мәселені сол кезде көрерміз. Ал әзірге денсаулығыңызды күтіңіз, дәрігерге барыңыз», деп шығарып салды. Ақша қалтаға түскен соң Сапаркүл бәрін де ұмытты да базарға қарай шапты. Ертесіне таңертең дәрігерге барды. Кезекте тұрған жүкті әйелдерді бұзып жарып қабылдауға кірді. «Сіз осы кезге дейін не істеп жүрсіз? Құжаттарыңыз қайда, қай жерде тұрасыз?» деген дәрігер Сапаркүлден одан бетер шаптыға кетті. «Құжатым да жоқ, үйім де жоқ. Құмда қой бағамын, қой баққанда адам емес пе?» деп ауруханада шу шығарды. Аз-кем қалада жүрген ол өзі секілді құрбыларды тауып алды. Бар тапқандарын араққа жұмсап, жеңіл күлкі, артын ойынға мас болып, 3 баласын да ұмытты. Олардан үлкен екеуі ғой тіпті естен шыққан еді. Садықбек үй жанында құмда ойнап жүрген 3 баланың қасына барды. Кешке шешелері кеткенде енді келмейді деп жылап жүреді. Енді мүлде ұмытқандай үшеуі де құмды сызып ойнап жүр. «Не істеп жатырсыңдар?» деп сұрады Садықбек оларға сәл қызықтап қарап тұрып. «Жазу жазып жатырмыз», деді үлкені Азат қолындағы таяқшасымен жерді шималай түсіп. «Қане, қандай әріп білесің? Жазшы», деді қызыға. Азат бұрболдақ құмның бетіне ұзын сызықша сызды да басына кішкентай дөңгелек салды. «Бұл қандай әріп?» Садықбек жасы 11-ге келсе де әлі күнге әріп танымайтын мына баланы аяды. «Ертеңі не болмақ? Мектепке барғансың ба?» деді балаға аянышты көзбен. «Иә, бірақ мені оқытпай қойды. Әйгерімді деді асығып. Садықбек ойланып қалды. Үй жанында түскі тамақты әзірлеп жүрген Халимаға келіп, «Мына балаларды жақсылап жуындырып, ертең ауылға алып кетемін. Мектепке беріп сауаттарын ашайық, обалды», деді. Ертеңіне таңертеңмен 3 баланы көлігіне салып, ауылға қарай тартты. Алдымен орталыққа келіп, үшеуіне қос-қостан киім алды. Сонан соң үйіне келді. Келін баласы қуанып, енді 2-ге толатын немересі мәз болып қарсы алды. Шайдан соң ұлы мен келінге келген жағдайын мәнісін түсіндірді. Ал келіні «Мына үшеуінде өзінің балаларындай көріп, тамағын бересің,
Үсті басын тазалап сабағына қарарсың деді. Келіні үнсіз бас изеп келіскен сыңай танытты. Ұлы қарсылық көрсетпеді. Түстен кейін 3 баланы мектепке алып барды. Ал Жаке, мына 3 баланы сізге әкелдім. Қолындағы қойшының балалары маған жақында келді. Үшеуі де хат танымайды. Мектепке қабылдасаңыз деп едім. Сауатын ашсаңыз, сауабын алар едіңіз. Иә, айтыңыз орынды. Сауат ашу, сауап іс. Бірақ не себепті мектепке бармаған бұл балалар? Қайда жүрген? Ол жағы да маған да белгісіз Жаке. Әрине, кез келген Қазақстан азаматы білім алуға құқылы. Біздің елдегі әрбір бала мектепке баруы, білім нәрімен сусындауы тиіс. Оқимын деген деп келген баланы қабылдауға құқығымыз жоқ. Құжаттары бар ма? Әңгіме сонда болып тұр ғой. Үшеуінде ешқандай құжаты жоқ. О тоба, 21 ғасырда да осындай құжатсыз жерде де, көкте де, есепте де жоқ адам. Адамдар өмір сүреді екен-ау. Бұл билік қайда қарап отыр? Садықбек 3 баланы үйтіп мектепке қабылдатып кетті. Артынан 2 ай өтпей, ұлы Қанат үшеуінде көлігіне салып қайта келіп тұр. Демалысқа шықты ма деді. Бұл ойында ештеңе жоқ. Жапан түзде жүріп, қай кезде оқып, қай кезде демалысқа шығатынын де ұмытып қалыпты. Жоқ деді баласы. Мектептен шығарып жіберді. Мектепке ауданнан тексеру келіп жатыр. Директор мені шақырып алып, оқыта алмайтынын айтты. Құжаттары жоқ дейді. 1 сыныпқа жастары да үлкен дейме, білмеймін. Әйтеуір оқыта алмайды екен. Садықбек 3 баланы алып мектепке қайта барды. Жаке, мұның не? Балалары оқу керек қой. Қойшының баласы болса, министрдің баласы болсын. Олардың құқығы бірдей ғой. Сіз мектептен қуа алмайсыз. Мен қуып тұрғаным жоқ, Садаға. Сіз мені дұрыс түсініп тұрған жоқсыз. Мектебімізге тексеру келейін деп жатыр. Олар құжатсыз балаларды көрсе не дейді? Оның үстіне әріп те танымайды. 11 жастағы баланың 1 сыныптың партасында отырғанына көрсе не дейді? Қой, тыныштық керек. Қойшының баласы қой бағып жүре берсін. Оқып әріп танығанда министр болмайды ғой бәрібір. Мына сөзден кейін Садықбек үнсіз қалды. Білім ордасына басшылық жасап отырған мына оқыған адамның балалардың болашағы емес, өз басының қамын ғана ойлап отырғаны жанын ауыртты. Сөйтті де үнсіз шығып кетті. 3 баланы көлігіне салып қалаға келді. Базардың жаймасынан балаларға арналған 1-2 суретті кітап алды. Бұрынғы кеңестік кезеңіндегі сықиып тұратын кітап дүкені қайда? Құрдымға кеткен. Сосын ертек кітабын алды. Жып-жұқа жып-жылтыр, өзінен ақшасы қомақты. Үйге келген соң балаларды кітапқа жабысты. Мынау менікі, анау менікі деп Халима екеуінің құлақ етін жеді. Қане, әкеліңдер маған деді сосын Садықбек. Мә, Халима, мына кітаптарды алып қой. Мыналарға оқып берерсің, суреттерін көрсетіп. Иә, онсыз да жұмысым аз еді. Енді мұғалім болуым қалып еді, деді Халима ыдыстарын сылдырлатып жүріп бұрқылдай. Солай деуін десе де, Халима балаларға ертек оқып бергісі келді. Жанармайын, жарық бетін мотордың жарығымен ұйықтар алдындағы қу түлкіні оқып берді. Өзі бала кезінен ұстаз болуды армандайтын, бірақ арманы орындалмай кетті. Сол арманы жеңіп кетті ме кім білсін. Ертегіні беріліп оқып аяқтады. Көзін кітаптан алып еді, үшеуі де ұйықтап қалыпты. Тек Садықбек қана мұның жүзіне күліп қарап жатыр екен. Мықты мұғалім шығады екен сенен, кемпір, деді жымия. Иә, болашағымызша болдық қой, деді қырсыға жауап қайтып, көрпесін қымтана түсіп. Ертесіне түсте балалар ертегі оқып беруін өтінген. Қойыңдаршы, деді бұл ерініп. Апа,
оқып берші деп қиылды Әйгерім сап-сары шашы желбіреп. Ал жарайды онда, шуламай тыңдаңдар. Ертеде ешкі жөніп бүрдеде. О, машин келе жатыр деп сыртқа жүгірді де алдында кішкентай Данияр, қалған екеуі де соңынан кетті. Кім келген екен деп киіз үйден бұлдас шықты. Ешкім көрінбейді. Сағымда ғана ойнап тұр. Машина емес, самолет, деді Әйгерім бұртиған саусақтарымен аспанды нұсқап. Самолет емес, вертолет, деді естияр азамат. Шынында да вертолет екен. Құла дүзен не іздеп жүргендері екен деп ойлады Халима іштей. Әй балалар, Азат, Данияр, Әйгерім, кіріңдер үйге, төбелеріңнен күн өтеді. Келіңдер, ертегі оқып беремін. Алдымен томпаңдап Данияр келді. Апа, вертолет туралы ертегі оқып беріңізші. Азат пен Әйгерім де ішке беттеді. Осы сәтте тағы үй жанында жатқан ит абалар қосаяқ жолға қарай жүгірді де көп өтпей киіз үйдің көтерілген іргесінен шаңның иісі келді. Данияр мен Әйгерім сыртқа жүгірді. Көке келді, көке. Шаңға батқан Нивадан Садықбек түсті. Қолында көп базарлығы бар. Апам бүгін де келмеді, деді жастыққа жантая жатқан Азат іргеден сыртқа көз тастаған күйі. Әлі уақыт бар ғой, босанған соң келеді ғой балам. Сендерді тастап қайда барады дейсің, деді Халима жас баланы жұбатпақ болып. Азаттың жанарында болар-болмас мөлдір тұрды. Азат, жүр екеуміз аспанға қой саусақ суаруға көмектесейік, деді Садықбек жүзін бұрып жатқан балаға. Азат үнсіз орнынан қозғалды. Екеуі құдық басына келгенше қойшысы Асан су тартып болған екен. Қойлар таласа су ішіп болған соң үшеулеп қайтарып ізге қайтарды. Құм дауыт желдің өтінде жүзгендердің басы дірілдейді. Мамаң емделіп жүр дейді. Аман есен болған соң келеді. Мені алдамай қойыңызшы көке. Мен де енді жас бала емеспін ғой. Маманың бұлай кетуі бірінші емес. Бұрындары да бізді осылай 2-3 ай тастап өзі қаңғып кететін. Мамамды жек көрем. Азат жүрелеп отырған күйі қыстығып жылады. Көз жасын көрсетпейін дегендей бас бармағының ұшымен сырғытып қояды. Қой балам, жылама. Біз бармыз. Таршылық көріп жатқан жоқсың. Халима апаң сендерді өз баласындай көреді. Иә, сіздерге рахмет. Көке, біздерді айдамаңызшы. Өмір бойы сіздің қойыңызды бағып жүрейік. Басқа қайда барамыз? Оқуды білмесек, қалай жұмыс істейміз? Әйгерім мен Данияр да қой бағады. Садықбек баланы бауырына басқысы келіп кетті. Бірақ олай етуге әлде бір ішкі сезімі қайшылық көрсеткендей. Біреулер тырнаққа зар болып жүрген мына заманда баласынан безген Сапаргүлге ызасы келді. Бүкіл әлем қарыштап дамып жатқан мына ғасырда қазақтың мына бір баласының тағдырын жаратқан иемнің қым қатал жазғанына іштей қарсылық білдірді. Тіпті әрі танымайтын баланың тағдыры ертең не болмақ? Мәңгіге Садықбектің жанында жүрер ме дейсің? Садықбек мәңгі жүрер деймісің? Оны ертеңгі күні тіпті ойлағысы келмейді. Қай жағынан ойламасын, көз алдында болашақсыз бұлдырып шақ келе жатыр. Не дегенмен мына қаршадай баланың құмда туылып, құмда мәңгіге қалатын аш өзегі аштады. Мәңгі құмда қалғандар таң құлан етіп келеді. Жаңа ғана бүр жарған жаңылдың қызыл гүлі мына дүниені өзімен бірге тербетіп тұрғандай. Таңғы леппен күйіңкіректің иісі келеді. Таңның атқан сезген торғайлар бұта-бұтаның арасында бір-бір етіп аспанға атылды. Қызыл жылдар
қызыл таңмен таласып жанып жатқандай. Шағыл да шағыл, шағыл құл, шағыл құм, сені сағындым. Садықбек талай жылдан бері тұрса да құмды аймақтың сұлулығын бүгін көргендей жыр жолдарын күбірлеп қайта-қайта қайталады. Кімнің өлең екені есінде жоқ, әйтеуір бір жерде оқыған, жанына жақын болған соң жадында қалған екен. Жаңғылдың гүл-ай, жаңғылдың, мен сені талай жыр қылдым. Бұл да сол ақынның өлеңі шығар. Кім еді? Кім болса да мына шағыл құм табаның күйдірген қызыл күнге жүзін сүйдірген осы өңірдің ақыны шығар. Садықбек мына әлемнің бүгін көрген сұлулығына ұзақ қарап тұрған, бел-бел адырды бір-біріне жалғап тұрған қос аяқ жолдарын алдымен Садықбек барлай қарады. Тып-тыныш әлемнің тынысын бұзып уаз келеді. Садықбек таныды. Көрші апаның көлігі. Көрші деген аты ғана, әйтпесе арасы 7-8 шақырым жер. Халима, әй Халима, тұр, төсегіңді жи. Нұрғалидың көлігі келе жатыр. Жүрісі суы, тыныштық болғай. Садықбек үйге кірмей есіктен айғайлаған. Шошып оянған Халима ғапыл-ғұпыл Садықбекпен өзінің төсегін жиды. 3 бала тау қопарғандай ештеңе сезер емес. Таңғы аспанда шаңғы бүктірген уағыздың дәл киіз үйдің алдына тоқтады. Мал жоғалтқан болар деп ойлады Садықбек іштей. Ассаламағалейкум. Нұрғалидың дауысы жарықтан шықты. Уағалейкум салам. Тыныш па бала? Аға, үйге жүріңіз, жеңгейді де ала жүріңіз. Дәл қазір. Түсінбедім балам, кіші балам қайтыс болды. Не дейді, неге? Ауырды ма? Жоқ аға, құмда адасып, ауылда жүрген ғой, жолды білмейді. Нұрғалидың көзіне 2 тамшы жас ытқып шықты. Нұрғали, сен жеңгеңді алып бара бер, мен ауылға барып хабарлаймын. Халима киінбестен-ақ Нұрғалидың көлігіне отырып кетті. Садықбек ауылға тартып Нұрғалидың отарына жетпей жол шетінде тоқтап тұрған тағы бір уағызды көрді. Бұлар да тоқтаған. Баланың денесі сонда екен. Жасы 9-10 шамасында ұл бала. Еркек көйлекке орап қойыпты. Қасында жылап бір әйел отыр. Халима ол әйелді алғашында танып еді, кейіннен есіне түсірді. Былтыр қырқымнан соң осы Нұрғалидың үйінде бас қосқан еді. Сонда танысқан Нұрғалидың інісінің әйелі еңіреп жылап отыр. Бұлар отарға қарай жол алды. Үй алдында кеп тоқтағанда үйдің алдымен 6-7 жас аралығындағы томшағы желбіреген қыз жүгіріп шықты. Ізінен сүрініп қабынып Нұрғалидың келіншегі Үміт көрінді. Таптыңдар ма? Қайда балам? Бар ма? Жеңеше, өзіңді бас. Нұрғалидың інісі Тұрдалы Үміттің алдында алып үйге кіргізбек болып еді, онысынан түк шықпады. Балам қане? Таптың ба? Ол енді Тұрдалы жабысты. Тұрдалы Үмітті қатты құшағына алды. Иә, таптық, деді. Даусы дірілдей. Рас па? Қане балам, Серік жан. Үміт көлікке жүгірді. Тұрдалы көлігінің артын ашты. Үміт баласына жабысты да сұлап түсті. Содан әлден уақыт есін жиды. У-шу, азан-қазан, аңыраған ана. Жылаған бала. Бұл Құдайға не жаздым? Ел көрмей, жер көрмей, жапан далады жазғаныңа көніп жүрсем де, жазылағаны не, Алла, не жаздым? Мені неге алмадың? Жан керек болса, мені ал. Баламда нең бар, қу Құдай? Үміт зарлап қайта талықсып кетеді. Оны ешкім тоқтата алмады. Есі ауып кетер деп ойлады Халима іштей. Өз бажалын
есі аумай қайтсын, баласы өз ажалымен емес, шөлде өлсе, мына шөл далада адасып өлсе, онсыз да әр күні азап анаға одан ауыр не бар. Халиманың іші бір от күйдіріп барады. Ол не от? Мына кішкентай баланың өлімі үшін күйіп бара жатыр ма? Жоқ, әлде ана отырған аңыраған ана үшін бе? Әлде өзінің мына мидай далада өтіп жатқан өлі күндері үшін бе? Оны өзі де білмейді. Әйтеуір ішіндегі талай жылдан бері толып жатқан запыранды төгіп жатыр. Жыламайын десе де жылай береді. Үмітті басу, айтып тоқтатудың орнына өзі де қосыла аңырады. Әлден соң ауылдан Үміттің ата-енесі, ағайын туысы, абысын төркіндері келе бастады. Үміт оларды көрген соң тіпті үдеді. Баламды алғанша мені неге алмадың, Құдай? Мың ана мен мың қойды неге алмадың? Менің жаназаңа сүю үшін бағып отыр екенмін де, сені осылай адастырып өлтіру үшін отырған екенмін ғой. Қой, айналайын, өзіңді бас, тағдырыңның ісі қайтесің дегендерді тыңдар емес. Ал енді баланы ауылға апарайық, жиналыңдар, деді ақсақалдар жағы қайтуға ыңғайланып. Жоқ, деді осы сәт Үміт орнынан тұрып. Жоқ, баламды ешқайда кетпейсіңдер, осында мына үйдің маңына көміңдер дегенде жиналған жұрт есі ауысты деп ойлады. Ол болмайды, келін, баланы ауылдағы мазаратқа жерлейміз. Жоқ, мен келіспеймін. Онсыз да мал деп малдың соңында жүріп, бала шағамен бірге өмір сүре алмадым. Баламды бауырыма басып, аналық мейірімді бере алмадым. Ол ауылда мен түзде өмір кештік. Енді үйдің жанында көміңдер. Ең болмағанда рухымен сырласып тұрайын. Өзім құшып, исіне тоя алмап едім. Топырағын құшып тұрайын. Еңіреп отырған Үмітті ешкім дегеніне қайтара алмады. Әлденен соң Нұрғали ішке кірді. Киіз үйді жағалай отырған көптің ортасына кірді де, әлдене айтқысы келгендей жай ғана жүткірінді. Әйелінің сөзін сөйледі деме, ағайын. Ойлап қарасам, Үміттің де айтқан сөзінің жөні бар. Мал деп, ит баласы тұрғысыз мына жапан далада тұрып келдік. Таң атса, қой деп тұрамыз. Сол қойлардың жағдайын жасау үшін күні бойы жаздың аптабы, қыстың ызғары демей құм кешіп, түн ұзағынан қойларды қасқырдан аман болсын деп көз ілмейміз. Баламыздың тілеуін дәл осылай тілей алмаппыз. Оған уақытымыз да жоқ. Осы балаларды 5 жасқа дейін ғана тәрбиеледік. Одан кейін өздеріңді білесіңдер, тек мектеп демалыс бергенде ғана көреміз. Алғашында сағынасың, іздейсің, кейін мүлде бөтен сияқты болып кететін едік екен. Міне бүгін өлгенде ғана мен оны маған қаншалықты керек екенін сезініп отырмын. Бүгін ғана әкелік парызымды орындай алмағаным үшін ішім иттей ұлып отыр. Әке болып баламды бауырыма жөндеп баса алмадым, ақыл айтып жөн көрсете білмедім. Менің де айтар сөзім осы. Баламды осында ана төбенің басына қоямыз. Ауылға қойғанмен мен де шешесі де атарда болсақ, оның басына кім барып тұрады? Осында болса күнде қасында боламыз. Ол неге дегенің, тәйт, қайдағын айтпа. Елдің ішінде қоймайды, айдалаға қойған нес, деді көзі қисық әнес шал араларына салып. Осы айдала менің мекенім. Жастайымнан осы даланың құмын кешіп келем. Енді бұл далада безіп ешқайда кете алмаймын. Қалған өмірімде осында өтетін сенімдімін. Балам осында жерленеді. Мен өлгенде мен де осында қоятын боласыңдар. Бәрі осыған келісті. Ақыр аяғы күн бастас жақтағы адамдар жаңа төмпешікті пайда болды. Ел еңкіреп тастады.
Содан бері бұл ақы адыр мен анау қоян сүйгелі иеліп керуегі сасыған сай бала өлген деп аталып кетті. Байғұс бала сол сайда адасқан екен. Бәріне кім кінәлі? Мені неге алмайсың Құдай? Деп жылап тұрдалы сонда. Олай деме інім, бәрі Алланың ісі, біз тек себепкерміз деген Садықбек жұбатпақ болып, дегенмен тұрдалы өзін өзі кешіре алмапты. Арадан апта өтпей құлан даланы шаңғытып тағы бір қайғылы хабар жетті. Тұрдалы өз-өзіне қол жұмсапты. Оқиға бұлай болған екен. 3 ай демалысқа келген серік Тұрдалы ағамның үйіне барам дейді. Әкесі Нұрғали ұлын Тұрдалының отарына алып барады да қайтамын десе өзің апарып тастарсың дейді інісіне, өзінің бос уақытының жоқтығын ескертіп. Арада 2 күн өткен соң серік үйге қайтамын дейді. Тұрдалы тығыз шаруасы болған соң амалсыз жолай тастап кетермін деп ала кетеді де ағасының отарының тұсына кеп баланы түсіреді. Мына белден ассаң үйің көрінеп тұр, ал бара бер дейді. Баланы сайда қалдырып ойын баласы ойнап жүріп адасты ма, ол жағы белгісіз. Кешкісін жолай ағасының үйіне соққан Тұрдалыға жеңгесі төре балау, Серікжанды ала келмедің бе? Дегенде маңдайынан ат тепкендей болды. Ол келген жоқ па? Дейді әрең тілі күрмеленіп. Баланы тапқанда күнімен жантақ даланы кезіп адасып, шілденің аптабына шөлдеп өлген дейді. Денесі кеуіп ісіп кетіпті. Жантақ тілген аяқтары жырым-жырым болып қанап кеткен. Шөл мен азапқа шыдай алмай үстіндегі киімін жыртып беріпті байғұс. Мұны естіген Халима біраз күн мең-зең болып еңсесі езіліп жүрді. Мына құмды, мына азнақ желді, мына қатал өмірді жан тәнімен жек көріп кеткендей. Осылай азаптап өлтіргенде жас бала не күнә жасап қойды соншама деп тіпті Құдайды да жек көріп кеткен еді. Құмда мәңгі қалғандар. Қарашаның суық желі шөп біткеннің басын дірілдетіп тұрған күндегінде ерте тұрған Садықбек киіз үйдің сықырлаудың есігін ашып сыртқа беттеді. Күн әлі көтерілмепті. Күн шығыс жаңа ғана қызарып келеді. Күзгі суық денеден қарайды. Малды енді қораға қаумау керек екен-ау деп ойлады іштей Садықбек. Асанбайды тоңып қалған шығар-ау. Үй артынан Асанбайдың жөтелген дауысы шықты. Сәл күн суытса, осы жөтелі ұстайды. Өкпесі кеткен болар. Қысымен күрк-күрк жөтеледі. Қысымен күрк-күрк жөтелгенде өзегі шапаны селкілдеп бере жүреді. Асанбай тоңып қалған жоқсың ба? Деді Садықбек үй айналып. Суық түсіп қалды. Қыс жақындады ғой. Ескі жөтелің тағы басталыпты ғой, өкпең сау ма? Дәрігерге көрінбесек, ол жағын қайдан білейік? Не болса да Құдайға аян. Садықбек өзінен бақандай 5-6 жас кіші жігіттің өзін қартайып біткен шалдай ұстанғанына кейде ызасы келеді. Жасы 40-тан енді асса да сұрақ белгісі сияқты ілмейіп жүретіні Садықбектің кейде жынына тиеді. Болашақта мүлдем үміті жоқ адамдай әне тағы ілбейіп басып қойдың ізінде кетіп барады. Мал иесіне тартады дегендей рас шығар сірә. Мінген аты да өзі секілді басы салбырап иіліп басады. Түс кезі болатын. Садықбек кешегі бос 5 бармақтан қалған суығы етті жеп болып тісін шұқылап отырған. Асанбай суыт келді. Садаға деді асығыс есіктен имене кіріп. Не болды? Мал аман ба? Садықбек малдарын әлдене тиді ме деп ойлады. Мал түгел. Аман Садаға тек малды бүгін
түстік жаққа жайып ем. Отырдың алды әлденеден бір үркіп іркілдеп барып қарасам, адам өліп жатыр. Содан малды қайырып сайға түсірдім де сізге жеткенін. Садықбек көлігіне қонды. Асанбайдың айтқаны рас екен. Өлгеніне көп болған-ау, иісі шығып болбырып кетіпті. Түрін танып болмайды. Шаш сақалы, қасы көзі қап-қара. 30-дан асқаны асып қалған жігіттау шамасы. Қазаққа ұқсамайды. Кімде болса иесі. Адасып өлді ме, әлде біреулер өлтіріп тастады ма, ол жағы тағы белгісіз. Бүкіл әлем бағананған заң мен сотқа бағынбайтын бұл далада мұндай хабарды жеткізіп, оны тергеп, зерттейтін орган қайдан болсын. Садықбек көлігінің артына сала салған қос күректі шығарды. Асанбай үнсіз түсініп шағыл құмға күрек салды. Марқұмды жерлеп болған соң Садықбек дауыстап Құран оқыды. Тамыры құмға тігілген шөп атаулының басы Құран әуенімен тербеліп, құмның күйін тербетіп тұрғандай. Садықбек бетін сипап болып орнынан тұрды. Асанбай қозғалар емес, еңкіш денесі тіпті шөбі жерге тірі кіріп кетердей бүкшиіп алыпты. Екі иығы селкілдеп отырғандай көрінді Садықбекке. Асанбай, жылап отырсың ба? Танысың ба еді? Жоқ, Садаға, жай шейін. Марқұмның қатал тағдырына таң қалып отырмын. Қайда туғаны белгісіз, құмда өлді. Біз болмасақ. Сүйегі не болар еді? Туған туыстары бар ма? Бар болса қайда? Асанбайдың дауысы қатқыл шықты. Асанбай, не болды саған? Садықбек момын шопанның тосын мінезіне таң қалды. Мен де осылай өлі құмда өліп кетем бе деп қорқамын. Садаға, сені мұнда кім байлап отыр, Асанбай? Кетем десең, рұқсатымды беремін. Талай жылдан бері малымды адал бақтың, арамдық жасамадың. Өзің ашылып айтпаған соң сұрамай жүредім. Сен осы не қылған жансың? Қайдан жүрсің? Ең алғаш сұрағанымда әке-шешем жоқ, тұл жетіммін, Қарақалпақтанмын деп едің. Осы сөзге иландым. Арғы жағын сұрамадым. Ал енді бүгінде бір-бірімізді жақсы білдік. Енді өзің жайлы түгел айтшы. Қолымнан келсе, ауырыңды жеңілдетермін. Асанбай аз-кем үнсіз отырды. Садаға, деді аздан соң. Мен өзім жайлы айтсам, өзің не ойлайтыныңды білмеймін. Құтылуға асығатын шығарсың. Мейлі, не болса есемді езіп жүрген жәйттерімді арылсам болды. Мен қылмыскермін. Мына тұяқ ұстаған қолдарым қанға боялған. Асанбайдың қолдары дірілдеп кетті. Садықбек әлденеден сескенгендей іштей жиырылып қалды. Әжептәуір ауылда беделді бар үйлі жайлы жігіт ем. Ағасы, әйелім, бір ұлым, бір қызым бар еді. Электрик болып жұмыс істеуші едім. Ауылдың анау-мынау тірлігіне жарап тіршілігімді тербетіп жүргенмін. Астымда жүгілейім болды. Әкемнен қалған болатын. Сол көлікпен кейде аудан орталығында адам тасып та шайпұл табатынмын. Бірде орталықта тұратын жалғыз әпкем қонаққа шақырды. Келіншегім баршын жұмыстан босай алмай, ұлы мен қызымды алып орталыққа тартып тұрдым. Қонаққа барған соң белгілі ғой, құда балалар қоймай 1-2 стакан босаттық. Әпкемнің қонып кет дегеніне қарамай 2 баламды алып үйге беттедім. Ондағы ойым, баршын жалғыз қалмасын дегенім ғой. Орталықтан аман есен шықтым. Ауылға жете бере қарсы алдымыздан келе жатқан көліктің жүрісі тым суыт көрінді. Бисмилла деп үлгергенім сол, арғы жағы не болғанын білмей, есімді ауруханада жидым. 2 баламды сұраймын, жақсы, олар да ауруханада жатыр дейді. Басымда отырған әпкем мен жездем Хамид, олар аман болған соң көңілім тоқ еді. Баршын ауруханаға келмеді. Балалардың қасында болар деп ойладым. Кеудем тірі болғанмен 2 аяғымда жан жоқ. Үйге келдім. Келген соң ғана 2 бірдей құлынымнан айырылғанымды білдім. 2 баланың басын жұтқанша сен неге өлмедің, деді кеудемді
тоқпақтап жылаған Баршынды қалай жұбатарымды білмедім. Мені неге алмадың деп Құдайға нала қылдым. Жанымды қайғы жеп қола барды 7-8 ай отырдым. Қол арбада 7-8 ай отырдым. Жүріп кетем деген ой мүлдем болмады. Қайта ажалымды күттім. Баршын екеуміздің арамыз мүлде суыған. Тамағымды істеп, кірімді жуғаны болмаса, ерлі-зайыпты адамдар секілді сөйлеспейміз де. Баршын дедім, бірде оны жаныма шақырып. Өмірдің осындайда ойыны бар деп кім ойлапты? Отыр. Рахмет, осы уақытқа дейін бақтың, қақтың, ендігі жерде басың бос, рұқсатымды бердім. Ажырасайық, мені мүгедектер үйіне өткізсең болғаны дедім. Жоқ, олай ете алмаймын, деді Баршын көзіне жас алып. Сен ауруханадан келген күні түсіме марқұм әкем кіріпті. 2 балаң менің жанымда. Оларға алаң болма, күйеуіңді күт. Оның жағдайын жасамасаң саған риза болмаймын деді. Ойланып қалдым. Марқұм қайын атам өте жақсы адам еді. Асанбай, ақыры әңгімені ашық бастап отырсың ғой. Мені де түсін. Әкемнің аруағы үшін де сенен ажыраса алмаймын. Бар жағдайыңды жасайын, тек мені дұрыс түсін. Мен де әйелмін ғой. Не айтар болсаң да ашып айтпашын. Бұлай болуын мен де қалаған емеспін. Тағдырдың ісі екен. Бұдан кейінгісінде көрермін. Егер көңілің қалаған адамың болса жолың ашық. Тосқауыл болмаймын. Баршын жылап шығып кетті. Мен оны аядым. Осындай адал жарымның барына қуандым. Өзімді бақытты адамдай сезініп кеттім. Бірақ менің бақытым ұзаққа созылмады. Баршының мінезі, жүріс-тұрысы күннен күнге өзгеріп бара жатты. Орамалды тастап, қолаң шашын біресе өріп, артқа тастап, біресе төбеге түйіп жүрді. Күннен күнге түрлі киініп құлпырып кеткендей. Отырған жерімде оған қызыға қарап қаламын. Күні бойы жолын тосып кешті батыра алмай әлек болам. Жұмысы да қауырт болып кеткендей, бұрынғыдай түске келмейді. Түскі тамағымды столдың үстіне дайындап қойып кетеді. Сондағысы қайнатылған 3 жұмыртқа немесе қуырылған колбаса, түннен қалған тамақ, кешкісінде кеш келеді. Шын жаны ашып іздеп келетін жалғыз туысым әпкем ғана. Сол күні де келіп ыстық тамақ беріп, кірі қонымды тазартты. Баршын неге кешікті? Қаз қарайды, әлі жоқ. Тыныштық па екен, аман ба екен деп отыр әпкем. Қазір келіп қалады деймін, жайбарақат. Күніге осылай келе ме? Жоқ, бүгін тексеру келіпті, сол үшін кешіккен ғой, деймін әпкеме білдіртпеуге тырысып. Күздің күні қысқа ғой, жатып қалдық. Әлден соң есік сылдырлады. Баршын екені белгілі, кілтін салып есікті аша алмай жатыр. Әпкенің Баршын сен бе деген дауыс естілді. Иә деген қырқылыңқы масаңдау дауыс естілді. Жүрегім шымыр етті. Баршын, ішкенсің бе? Не болды саған деген әпкемнің ренішті дауысын анық естідім. Ештеңе болған жоқ, жай іштім, болмай ма? Баршын-ау, сен әйелсің ғой. Сіздің ініңізге ішуге болады. Ішіп алып, менің 2 баламды өлтіруге болады ғой, е? Себебі ол еркек, мен әйелмін, несі бар? Коллективпен іштім. Баршының мына сөздері мен масаң үнін естіп, тұла бойым шымырлап кетті. Тіпті жансыз аяқтарымда шымырлап өтті. Еркектік жыным қозып отыр, бірақ қолдан келер амал жоқ. Әпкем мені естімеді деді ме, түк болмағандай жатып қалды. Уақыт өте берді. Баршын күннен күнге өзгеріп, енді үйге қонбайтын да шығарды. Бірде түнгі тасыр-тұсырдан оянып кеттім. Әлдекім есікті қағатын сияқты. Баршын тұрып есікті ашты. Дәліздегі сыбыр естіліп тұр. Түн ішінде кім болды екен деп ойладым. Әлгі сыбыр үнсіз тынды да біздің жатын бөлменің есігіне жабылған естілді. Жүрегім бір жамандықты сезгендей
атқақтай соғып кетті. Бір суып, бір ысынамын. Тірідей өлдім. Намыстан тамырларым бүлкілдеп, қоларбам мұжып, жіберідей сағымдап тұрмын. Қолымнан келсе екеуінде буындырып өлтірер халдемін. Орнымнан тұрғанымды білемін. Иә, аяқтарым қозғалар емес. Не де болса жетуім керек деймін іштей. Екеуінде қуып саламын. Ақ төсегімді өз шаңырағымда бұлғатпаймын. Гүрс етіп еденге құладым. Анандай жерде қол арбам тұр. Соған қарағанда бір-екі қадам тастаған шығармын. Баршынның қонағы әр күні түнде келетін болды. Әр күні намыстан өлемін. Ал ол түк болмағандай жүре береді. Бірдеңе дейін десем өзім рұқсат бергенмін. Тілім қысқа. Түгелдей жүріп кетсем де қоларбаға сүйеніп тұра алатын болдым. Осығанда шүкір, күндіз қолтығыма қысып сүйенетін балдақ ыстым. Соған сүйеніп жүруге талпындым. Күндіз ұйықтап алған соң ба, түн баласы ұйқы жоқ. Ал Баршын мені ұйықтап жатыр деп ойлайма, түнімен білгенін істейді. Жатын бөлмедегі диванда ескіріпті. Сықырлаған дауысы анық естілетін болды. Душта менің тереземнің түбінде олардың әрбір сыбысына дейін естіліп тұрады. Сол күні де менің аппақ төсегімді былғап болған екеуі сыбырласа дәлізге шықты. Енді Баршын мені әбден басынғандай, бұрынғыдай аяқтарын аңдап басы жоқ, тіпті еркін қимылдайды. Қолынан не келер дейсің дейтін шығар. Алдын ала бұл күнге жақсылап дайындалып жүргенімді қайдан білсін. Сен түсе бер, мен қазір деген Баршының сөзін анық естідім. Балдағыма сүйеніп терезеге жақындадым. Толған айдың сәулесі маңайды сүттей жарытып тұр. Жүзін анық танымаған мен қорбаңдаған денесі тезірек болшы жаным деген даусы ауылымыздың бас дәрігері Фархатқа ұқсайды. Әппақ сүлгісі қолында желбіреген Баршыным түнгі көйлегі ағараңдап душқа кіріп кетті. Айдың жарығы душты қымтап қойған ақ бөзді ішіндегі екеуі әп анық көрсетіп тұр. Әне, бір қолымнан төбедегі бөшкенің құлағын бұрап тұрған Фархаттың мойнына асылды. Баршын. Фархат аш көздене менің әйелімнің етегі жоғары көтерді. Екі дене айқасып кетті. Балдаққа сүйенген күйі есікке дейін жүрдім. Ары қарай шамам жетпеді. Құлаған күйі өксіп жыладым. Бірақ Баршын бұдан бейхабар. Бір күні 5-6 айдан бері алынбай жиналып қалған зейнетақамды алып әпкем келді. Мен балдаққа сүйеніп алдынан шықтым. Асан, жаным-ау, жүретін болдың ба? Тіл аузым тасқа. Шүкір Алла деп көзіне жас алып жылап жатыр. Иә әпке, жүрмін. Тек Баршын әлі білмейді. Білмей-ақ қойсын. Айтушы болма, жарайма дедім. Ішкі есебім өзімде. Іштей өз жоспарымды құрып қойдым. Келі шаңырағымды таптап, тіпті өз үйінде кіріп шығып жүрген Фархатта кегім бар еді. Соны алмақпын. Әпкем Құдайға мыңда шүкір айтып ол жүр. Мен өз жоспарымды жүзеге асыруға кірістім. Солай еттім де. Бұл кезде балдақты тастап, таяқта сүйеніп жүретін ақ болғанмын. Кешкісін күткенімдей Фархат келді. Алдын ала дайындап қойған өтірік балтамды қолыма алдым. Қолым қаншалықты жамандыққа бармай тұрса да, екеуінің естен танған дауысы мен диванның сықыры есімді шығарды. Балтамды көтеріп кіріп бардым. Аппақ төсегімнің айранын шығарып. Әйелімнің үстінде жатқан Фархатқа сілтеп үлгердім. Астында жатқан әйелім шыңғырып басын көтерді. Бет жүзі шашыраған қан. Оны да аяған жоқпын. Екеуі мылжалдап, жіліктеп болған соң ғана есімді жидым. Сөйттім де алдын ала дайындап қойған дорбам мен арбамды көтеріп үйден шығып кеттім. Ауыл сыртындағы үлкен каналды бойлай арбаммен жүрдім.
Сөйттім де қан киімдерді суға тастап, арбамды жағаға қалдырдым да өзім үлкен жолға бет алдым. Бар ойым шетел асып кету. Сөйтіп Қазақстаннан бірақ шықтым. Алдымен құрылыста ана-мұны жұмыстарды істеп жүрдім. Денсаулығым сыр берген соң, оған да жарамай қалдым. Сөйтіп адасып жүріп сізге кездестім. Одан кейінгі өмірім өзіңізге аян. Садаға. Асанбай жер шұқып отырып әңгімесін аяқтады. Садық оның айтқандарын көз алдына елестетіп денесі түршігіп кетті. Мен әбден іздеген шығар. Бәрінен де әпкемнің жайын білгім келеді. Не істеп жүр екен? Әйтеуір оған зияным тимеді ме екен? Іздеп, ендігі қойған шығар. Қаласаң еліңе барып кел. Жоқ, қазір бара алмаймын аға. 10 шақты жыл өтсін. Өзің білесің, деді Садықбек. Өткеніңмен ісім жоқ, ендігі жерде маған залымдық жасамасаң інімді көріп жүрейін. Рахмет Садаға. Сізден жаманшылық көрмедім. Айтпақшы, Сапаркүл келмей кетті. Садықбек оның қашып кеткен әйелін еске салды. Әй, қойыңызшы соны. Келмегені жақсы. Қайсы бір жақсы көріп алды дейсіз? Тек құл түзде іш пыспасын деп балаларына обал болды. Балаларын ойлаймайтын не деген әйел десеңізші? Иә, жатырында менің де балам кетті. Енді босанғанды шығар. Балам не күйде екен? Кім білер дейсің? Сенім жоқ оған, деді Садықбек күзгі аспанға қарап. Садаға, сізге бір өтініш айтсам деп едім. Иә, Асанбай, айта бер, қолымнан келгенше орындаймын. Сапаркүлді табайық аға, баланы алып, мен одан ажырасып талақ берейін. Неге? Баланы өзің қалай өсірмексің? Аға, бір жақсы жар тауып берсеңіз, ендігі жерде тек құл болмай, ел секілді түтін түтетіп үй болсам. Қойыңызды бағармын, жұмысыңызды істермін, тек отбасым болса деп армандаймын. Жаста кетіп бара жатыр ғой. Садықбек үнсіз қалды. Маған сенбей тұрсыз ба аға, деді Асанбай. Жоқ, Асанбай, саған сенемін, тек қандай қыз бар еді ауылда деп ойланып тұрмын, деді күле қарап. Ұзақ жоғалған екеудің бұрынғы қожайын мен шопандай емес, жақын туыстардай болып келгенін көрген Қалима таң қалды. Қанша жерден іздегенмен Асанбайға келіншек табылмады. Көп жалғызбасты келіншектер шопанға әйел болып қой баққаннан кейбір еркекке көңілдес болғанды жөн көреді-ау. Әйтеуір сәті түспеді. Тағы жыл өтіп, жаз келді. Асанбай шыдамады-ау деймін. Садықбектен еліне барып қайтуға рұқсат алды. Аға, маған рұқсат беріңіз. Елге барып келсем, деді Асанбай. Әрине, тек қайтып келетін бол. Келемін, Садаға, тек әпкемді көріп келсем болды. Барғаның дұрыс, сені ойлап іздеп жатқан болар. Бару үшін маған басқа төлқұжат жасап берсеңіз, сізден өтінішім сол. Көреміз, қолдан келсе жасаймыз ғой. Төлқұжаттың әуресімен жүргенде жазда өтті. Тағы күз келді. Асанбай төлқұжат болмады ғой деп ойлады. Садықбектен сұрауға да батылы бармай жүрген. Тек барып суретке түскені болмаса, басқасын жүгірмеген соң тілі қысқа. Мә, Асанбай, қазақ болғаныңмен құттықтаймын, деді бірде көк кітапшаны алдына тастаған Садықбек. Қолы дірілдеп құжатын ашып көрді. Бейманов Жангелді Төрехан ұлы, ұлты қазақ деп қуанып кетті. Рахмет деп ағасына қайта алғысын білдіріп жатты. Енді біраз күн қырқым аяқталды. Содан кейін рұқсат. Тек 2 аптаға дейін Садықбек Асан басын изеді. Асанбайды Садықбек көлігімен аудан орталығына әкелді де автобусқа салып жіберді. Туып өскен ауылды қойлыққа 2 күнде жетті. Бұрынғыдан да тозып кетіпті. Әктелмеген дуалдардың көлеңкесінде ойнап жүрген балалар бұған таңырқай қарады. Өзі тұрған көшеге бұрылды. Өз үйін көрді де жүрегі шымырлап кетті.
Үйінің есік терезелері жоқ, есек қора болып кеткендей көше бойлап жүре берді. Бейтаныс қонақтың кім екенін білгісі келгендей адамдардың үйлерінен шығып тесіле қарайды. Әбірей болғандай қара көзілдірікті мұны ешкім танымаған сыңайлы. Бұл көбінесе танып келеді. Анау есек арбамен шөп алып келе жатқан үйілдаш ақсақал әрі тірі екен. Ал мұнау төбесінен сәл орап салған седеп ақсақалдың кемпірі, анау Саида жеңгесі. Ақсары жүзіне әжім түсіп қартайыпты. Олар мұны танымайды. Шалғайдағы азып тозған ауылдан, аудан орталығынан келді. Енді кішкене жеңілдейін дегендей. Себебі мұнда біреу-міреу танып қалады-ау деп қысылмай еркін жүрді. Дегенмен сақтықты ұмытпады. Әпкесінің үйіне келді. Үй сырты адам көріксіз болып кетіпті. Не болады екен деп ойлады Асанбай іштен. Әпкесі пысық, таза болатын. Бұрын бұл үй анандай жарқырап тұрушы еді. Не болды екен? Әлде мұның күйігіне шыдамай әпкесі ауырып қалды ма екен? Балаларды қайда жүр? Осылай ішке кіріп баруға батылы жетпей тұрғанда көршісі үйдің қақпасын сықырлап ашылды да ішке. Аға, маған рұқсат беріңіз, елге барып келсем деп. Асанбай: әрине, тек қайтып келетін бол. Қайда тұрасың? Бұл жерден бұрын соңды көрмегенмін сізді деп сызылды келіншек. Қарақалпақ емеспін, бірақ осында туып өскенмін. Қазақпын. Қазір Қазақстанда тұрамын, деді Асанбай. О, Қазақстан? Айтыңшы, ол жер қандай жер? Күшті ме? Иә, тамаша, деді Асанбай. Өзі құмнан басқа ештеңе көрмесе де. Сіз шынымен де Қазақстанда тұрасыз ба? Қарақалпақша сөйлеп тұрсыз ғой. Осында туылдым дедім ғой. Мектеп бітірер жылы көшіп кеткенбіз. Солай ма? Хамиттің әйелін не қыласыз? Ақшамды алып кетсем деп едім. Қайта келе алмаймын ғой. Олар қазір бұрыннан нан зауытын жақтан пәтер жалдап тұрып жатыр. Сонда барып сұрастырсаңыз тауып аласыз. Көп ақшама еді алашағыңыз? Оларда көп ақша жоқ-ау. Асанбай келіншектің кейінгі сөздеріне көп мән бермеді. Әкесінің мекен жайын білгеніне қуанды да сонда тартты. Бұрынғындай орталықта түгел нанмен қамтамасыз етіп тұратын зауыттың тек қаңқасы ғана қалыпты. Қаланың шеті болған соң қорқынышты. Бар жері қирап бұзылып кеткен. Шаңы шығып жатқан көшеде ағаш атаулы қалмапты. Сондықтан да үйлердің ауласы көшеден өткен адам анық көрініп тұрады. Асанбай өзім табармын дегенде жан-жағындағыларды жеті көз тастап жүре берді. Анандай жердегі тандырға будақталып от салып жатқан әйел анасын еске түсіргендей. Тіпті орамал тартқанынан дейін ұқсайды. Иә, әпкесі болса керекті. Асанбай қуанып кетті. Көзіне жас толып қалды. Өз көзін алма кезек қос қолымен сүртіп, бұлдырлаған әлемге тағы қарады. Үй жанындағы көлеңкеде бозбала велосипед жөндеп отыр. Жанында тағы бір бала бар. Шамасы 5-6 сынып оқитын шығар. Асанбай таныды. Жиендері ғой. Үлкені Әлибай, кішісі Тәлипбай. Асанбай тез басып үйге кіріп кетті. Әпкесі тандырмен болып байқамады. Қастарынан асығыс адамдап үйге кіріп кеткен мұны көрген екі жиені алғашында аңтарлап қалды. Қайда барасың деп доқ көрсеткен үлкені. Кішісі анасына жүгірді. Ауыз бөлмеге кіре беріс жердегі дастархан үстінен нан жасап отырған қызы көрді. Рано, деді көзіне жас толып. Сіз кімсіз, деді қыз қорқып. Мен көзілдірігін алды. Осы сәт улап шулап үшеуі келді. Кім ол? Кімсің? Шық, дейді. Әпке, деді бұл. Хасанбай, бұл сен бе? Әпкесі құлап бара жатты.
су әкел. Шашын қос бұрып етіп өріп алған қыз шара кесемен су әкелді. Әпкесінің бетінен су шашып жүріп есін жидырды. Екеуі де ағыл-тегіл жыласын кеп. Қайда жүрсің бауырым? Аман есенсің ғой? Бар екенсің ғой? Бармын әпке. Екеуі құшақтасып ұзақ жылады. 3 баласын аң-таң үлкен жиені Әлибай мен Рану танығандай болып тағы да атаға деп құшақтады. Хасанбай-ау, қайда жүрсің? Сені өлді деп жаназаңды шығарып жылыңды өткізді қой. Өлігіңді қанша іздесек те десеңші, не суда жоқсың, не жерде жоқсың, аспанға ұшып кеткен адамдай із-түзсіз жоқ болдың ғой. Қайда жүрсің айтпақшы, Баршын байғұстың өлтіріп кетіпті, сен де сол күні жоқ болдың. Алғашында бәрі сенен көрді. Екі аяқтан тұра алмайтын адам қалай өлтіреді деймін, сен жоқсың. Қол арбаңды ауыл сыртындағы үлкен каналдан тапты. Сенің сүйегіңді таппадық. Қойшы бәрін. Өзіңнің жағдайың қалай әпке? Жағдайым міне осы. Жезден Хамит ішіп кетті. Баршының өлімін сенен көрді. Сені қашып кетті дейді. Күнде тергеу мені шақырады. Хамитті тергейді. Білесіңдер дейді. Мен болсам сені қайғырып жүрмін. Сені де өлтіріп суға тастап кеткен десем, сенбейді ғой маған. Жездемнен мен үшін ажырастың ба? Қойшы соны. Сондай бір қиын қыстау кезде сүйеніш бола алмаған адам қайтемін. Маған қорған болудың орнына тергеуге шыдамай ажырасамын деп тұрып алды. Дұрыс болмаған екен. Қой, шай іш, кейін әңгімелесе жатармыз. Сонымен сот немен бітті деп сұрады Асанбай шайдан соң. Қылмыскер табылмаған соң ешкім қамалған жоқ. Содан бері ешқандай сыбыс жоқ қой. Қазір ешкім келіп мазалап жүрген жоқ. Өздері де ұмытып кеткен шығар. Солай болса болар еді. Әпке, көршілерің осы жағдайды біле ме? Біледі ғой. Онда мені інім деме. Қазақстаннан келген қазақ де. Мақтаға терімші, қой бағатын адам іздеп жүр екен деп айт. Жарай ма? Жарайды. Өзің де қайда жүрсің? Қазақстанда ма? Иә, сонда бір байдың қойын бағамын. Жағдайың жақсы ма? Жақсы қарайды ма? Иә, жақсы адамдар. Онда адамдарды құл сияқты жұмсайды дейді ғой. Әпке, бәрі адамның өзіне байланысты ғой. Жақсы болсаң жақсылық көресің. Дұрыс айтасың. Хасанбай, шыныңды айтшы. Бәрі қалай болды? Қалай жүріп кеттің? Әпке, айту оңай ма? Баршынды білесің ғой.